Ассалаумағалейкум достар, мен бүгін сіздерге патшалық және республикалық билік кезіндегі Рим жайлы айтам. Сонымен кеттік. Апин түбегіндегі табиғи жағдайы. Апин түбегіндегі табиғат бұл өңірдегі ежелгі қоғамның қалыптасуына қолайлы жағдай жасады. Оның алып жатқан Апини тауларынан қалың орманға ағаштың алуан түрі өсті. Арасында аңдар толып жүрді. Тауда темір, күміс, алтын, мыс кендері мол қоры болды. Италияның солтүстігі Альпаның биік тауларына алып жатты. Ол елдің солтүстігінің табиғи шекарасын іспетті еді. Альпа таулары елдің солтүстіктен соғатын желден қорғады. Егін егуге, мал жаюға қолайлы жерлер мол еді. Өте ертеде бұл жерге қоныс аударып келген гректер оның шүйгін шабуылдығын мен қаптаған малына таңғалған болатын. Әуеде олар түбектің оңтүстігін Италия деп атаған. Бұл сөз бұғазғы ел дегенді білдіреді. Түбек кейін Италия аталып кетті. Рим республикасының құрылыстың орнауы. Ежелгі Рим мемлекеті жерорта теңізіндегі Апина түбегінде қалыптасты. Аңыз бойынша оның алғашқы патшасы Ромул болды. Патшалық дәуір біздің заманымыздан бұрынғы 753-509 жылдары қамтыды. Тикеорвиши Римнің соңғы патшасы болды. Ол туралы Рим тарихшысы Тити Ливий былай деп жазған: ол өте қатал, адамгершілігі төмен, көптеген римдіктерді дарға асып Римнен қуып жіберген. Халық бұған наразылық көрсетіп, Теквариді отбасымен елден қуып жібереді. Римдіктер енді ешқашан патша сайламауды ұйғарады. Рим республика деп жарияланады. Рим республикасы белгілі бір мерзімге сайланған адамды басқарған мемлекетке айналады. Рим республикасы біздің заманымыздан бұрынғы 509 және 527 жылдарда өмір сүреді. Бұл Рим тарихындағы екінші республикалық құрылыстың орнаған дәуірі саналады. Рим республикасының мемлекеттік құрылысы қалыптасып, оның билік органдары халық жиналыстары, магистрлар, сенат басшылық еді. Римде халық жиналысы шешетін мәселелерге қарай үш түрге бөлетін еді. Ру бірлестігінің жиналысы, курсия, отбасы қатысатын шешім отырды. Патрицилер мен плебейлердің сырттан келген адамдар жиналысын сенатур деп аталды. Онда жоғарғы лауазымды қызмет адамдары сайлады. Соғыс пен бітім жасау мәселелері шешті. Халық жиналыстың соңғы түбірін трибалар жиналысын деп атады. Триба деген сөз тайпа одақтасы деген мағынаны білдіреді. Бұл жиналысқа адамдардың мүліктік органға шықпаймай Римнің бүкіл адамзаттары қатысты. Сондықтан да оны демократия жағы басым болды. Адамзат дауыс беру арқылы трибалар жиналысы заң жоба талқылау, төмендегі қызмет адамдарға сайлау тағы басқа мәселелер шешті. Халық жиналысы бір жылға сайланатын екі консулдық қызмет деп қалады. Консул латынның кеңесші деген сөзінен шыққан. Консулдар өздерінің берілген билікті белгіленген мерзімге қызметтесіп жүзеге асырады. Олар әскерге басшылық етеді, адамзаттық билікті жүзеге асырады және сенаторды шақыруға да құқылы еді. Халықтық жиналыс консулдық заңға сәйкес келмейтін іс-әрекетті тоқтатып отырған. Атқарушы үкімет билігін жүргізушілер магистраторлар деп аталды. Олар халық жиналысының бір жылға сайлап атқаратын міндеттері үш жалқы алмады. Адамзаттар арасында үлкен құрметке ие болды. Олар қаралған мәселелерді бір ауыздан дұрыс шешті. Әрбір магистрдің өз хатшылары, жарышшылары, еркін жіберген адамдары және мемлекеттік құлдары болды. Бастапқы партиялардың ақсақалдар ғана құрған кеңес сенат Рим мемлекетінің өмірінде ерекше маңызды рөл атқарды. Оның мүшелері сенаторлар аумақтық адамдардың шыққан еді. Аталмыш қызметті олар өмір бойы атқаруға міндеттелді. Сенат құрамы 100 адамнан тұрады. Сенат мемлекеттік жоғарғы орган деңгейде жетті. Сенатта сенатордың баяндамасы тыңдалып, талқылау жүзеге асты. Содан кейін дауысқа қойып қалулы шығарылды. Сенаттың билігі өте үлкен болды. Мемлекеттік қаражат, соғыс пен бітім, ішкі қауіпсіздік мәселелер шешіп отырды. Рим республикасы мемлекеттік құрылысы тұрғысынан алғанда аристотикалық республика болды. Римнің жаулаушылық соғыстары Рим Апин түбегіндегі үстемдік орнату үшін 12 ұлыстан тұратын Италия жеріне жаулаушылық соғыстар жүргізді. Римдіктер оңтүстікте Италиядағы грек қалаларын қауіп төндірген кезде Италия жерінде ең үлкен әрі өте бай Трент қаласының шонжарлары шағын Епир мемлекеттік патшасы Фриден көмек сұрайды. Фри өз әскерімен оларды қорғау үшін біздің заманымыздан бұрынғы 280 жылы Италияға келеді. Соғыс барысында оның әскері орасан зор шығынға ұшырайды. Одан кейін
Ферри қалаған әскерлермен Грекияға кетеді. Рим бүкіл Италия өзінің үстемдігін орнатады. Италиядан кейін римдіктер Сицилия мен металлы көп Испания жер үшін жаңа жорыққа әзірленеді. Бұған каритипологтер қарсылық білдіреді. Карфаген қала мемлекет еді. Римдіктер карфагендіктерді фундар деп атаған. Фуни соғысы деп аталуы сонымен байланысты. Бірінші Фуни соғысы біздің заманымыздан бұрынғы 264 жылдан басталып, біздің заманымыздан бұрынғы 241 жыл Римнің жеңісімен аяқталған. Сицилия Рим үстемдігін орнап, оны Рим тағайындаған әкім басқарды. Сицилия теңізінің арғы бетіндегі Римнің алғашқы провинциясының шет аймағы айналды. Әкім Римге астық жеткіздіріп, қол астындағыларға жиналған салықты да апарып отырды. Рим Сицилияға грек қалаларын азаттыққа жеткізіп, олар салық төлеуден деп босатты. Римдіктер бұл соғыста зиян да шекті. Олар 600 кемесінен айырылды. 30 жастан асқан халықтың саны 20 мыңға кеміді. Карфагендердің жеңіліс мұқта алмады. Олар қарама қайтаруына әзірленді. Әсіресе басқару талантты қолбасшы Ганнибалға жүктелді. Ол өз әскерін мұз басып Альпі таулары арқылы Италияға небәрі 15 күнде алып барды. Ақсу кезінде 38 пілдің 12-сі ғана қалды. Сөйтіп біздің заманымыздан бұрынғы 218 жыл екінші Пуни соғысы басталды. Біздің заманымыздан бұрынғы 216 жылдың тамызында болған шайқаста Ганнибал әскері Римнің 50 мың әскерін қырып салды. Бірақ римдіктер тез арада күштерін жинап, шешуші айқасқа әзірленді. Ақтық ұрыс біздің заманымыздан бұрынғы 202 жылы заман жазығында болып, римдіктер Ганнибал әскерін тас-талқан етіп жеңді. Біздің заманымыздан бұрынғы 201 жылы екінші Пуни соғысы аяқталды. Соның нәтижесінде карфагендіктер Римге 50 жыл бойы көп ақша төлеп тұруға теңіз кемелері мен пілдерді беруге тиіс болды. Өз бетінше соғыс ашуға қатаң тыйым салды. Бүкіл Сицилия мен Испанияның күміс кен орындары бай оңтүстік өңір Рим провинциясына айналды. Рим мемлекеті батыс жерорта теңізді қолжалық етті. Екінші Пуни соғысы жеңілсе де, Карфаген шығысқа қарай сауда қарым-қатынастарын дамыта түсті. Бұл Рим шонжарлары мен көпестері өздері бұрыннан жек көретін қаланы жойып, оның байлығын тартып алуға ұмтылды. Біздің заманымыздан бұрынғы 149 жылы Рим әскері Африкаға келіп, Карфагенді қоршап алады. Нәтижесінде 3-ші Пуни соғысы басталады. Күштің әлсіздігін қарамастан карфагендіктер өз қалаларын ерлікпен қорғады. Күш басым римдіктер Карфагенді біздің заманымыздан бұрынғы 146 жылы жермен жексен етті. Сенаттық құрылысы бойынша Карфаген қаласы тас-талқан етіліп, жер иля бір алды. Оның соққан жыртылған егістік жерге айналдырылды. Бұл адамзат тарихында болмаған үлкен қирату еді. Римдіктер шығыс жерорта теңізі өңірінде бағыт алды. Бұл бағытта күрес ұзаққа созылды. Ақыры біздің заманымыздан бұрынғы 100 және 44 жылдары өмір сүрген даңқты римдік қолбасшы саяси қайраткер әрі шешен Гай Юлий Цезарьдің кезінде Рим жерорта теңізі бойында өктемдік еткен ірі мемлекетке айналды. Рим және профессионалдық ақсүйектер. Римдіктердің арасын ірі жер иеліктері мен қолдары бар мемлекет ісін басқаратын ақсүйектер бөлініп шықты. Олар халықтың жоғарғы тобы аристократиясын құрады. Атақты ақсүйектер өздерінің беделді көруге тырысты. Қоғамдағы пікірінде рудалардың ежелгі ұрпақ екені және ата тегінің даңқтың маңызы орын алды. Римдіктер ақсүйектер сенаторлар жатты. Сенаторлардың үстінде қызыл күрең матадан тігілген шапан, аяғында ерекше сәнді аяқ киім киген, ал қолдарында алтын жүзік саналатын. Олардың үйлері император сарайларына маңында орналасты. Бөлмелерінің қабырғаларында фрескилер жапсырылып, едендері мозаикамен өрнектелді. Ауладағы бақ ішін мүсін ескерткіштер тұрған. Кейбір атақты ақсүйектерден шыққан римдіктер қолдары зембілге салып көтеріп жүрген. Бай флевилер патрицилар руына қосылуы негізінде ерекше топ нобилет қалыптасты. Флевилердің алым-салық